Не телефон нет. Музыка. Давай поставить. Давай. Қайырлы күн, құрметті көрермен, армысыздар. Қазақ халқының малқынан жетер асыл мұрасы, бүгінгі ұрпақтың еншісіне егжей-тегжейлі жеткен ән қазынасы қашаннан дәстүрлі өнердің қаймағын саналары анық. Әрине, қазақтың әншілік өнері жаңалық сипаты әртүрлі, және солардың бірі дәстүрлі ән, халық әндері, кәсіби композиторлардың әндері, ғұрыптық әндер, жыр өнері баға жетпес құндылықтары құрайды. Ендеше солардың ең бір сүйіп тыңдайтын құлаққа жағымды сазды әндерімен, жыр термелерімен халықтың көңілінен шығып жүрген ауылымызға белгілі, сыйлы, жеті қырлы, бір сырлы, шебер Жаңбырбай Әбдірайым ағамызбен бүгін бізде қонақта. Жайнай бер өнер жаңаша айдарымен ұйымдастырылған текті сөздің төресі терме атты онлайн концертімізді ұсынбақшымыз. Ендеше біздің әлеуметтік желідегі парақшамызға тіркеліп, онлайн түрде концертімізді көріп, ойларыңызды, жеке пікірлеріңізді қалдырып, сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Ал енді құрметті Жаңбырбай аға, қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Жақсы, рахмет. Енді мынау сіз осы терме орындағанда сырдың мақамымен орындайсыз. Мұның сыры неде? Сол сырдың термесінің орындап берсеңіз деп отырмыз. Жақсы, рахмет. Ал енді бұның сырын қазір өтсе отырамыз. Нидағымен бүгінгі концертімізді сырдың мақамымен сол сырдың пейілі болған Арал өңірінің Бекзақ ағамыздың Арал толғауына бастап берейік, сосын ары Şahanın zilminden tuğan yerim,
келді. Рахмет Жаңбырбайға. Енді керемет көңіл күймен бастадық деген ойдамыз. Енді келесі сұрағымыз, көпшіліктің көкейінде тұрып жүрген сұрақ. Осы Жаңбырбайға, осы өнеріңіз қай жұрттың қанымен келді сізге? Осы домбыраны неше жастан бастап қолыңызға ұстап сергеттіңіз? Сол жөнінде айта өтсеңіз. Бәрекелді. Бірінші сұрағыңыздың да жауабын осы жерде беріп жіберуге болады деп ойлаймын. Өйткені сырдың мақамы біздің бойымызға әкеміздің қанымен келді десек те болады. Өйткені әкемізге сол нағашы жұртынан келген өнер. Өзімнің анам жағынан да Құдайға шүкір көзіміз көрген жоқ нағашыларымды дегенмен айтады. Отырсын, тартқан тартсын, терме айтсын барлығы сол Сағит деген нағашына келеді деп. Ал енді мына сырдың мақамы сол менің әкем өзі сырдың бойында өскен адам сояқтың топырағынан өсіп өніп кейін бері келе сол біз туатын кезде мен дүниеге келетін кезде шалқарға келген ғой. Сол әкеміз домбыра тартпайды, бірақ бүкіл сыр өңірдің жыр термелерін бәрін білетін еді. Кешкісін қойдан келгеннен кейін қойды қамап, шайын ішіп алып, жайланып көңіл көтерілген кезде етке дейін шалқасына жатып алып, сол сырдың жыр термелерін бәрін айтып отырады. Соның қасында отырып тыңдаймыз. Содан енді сол әкеміздің қанымен келген өнерді өзім білемін. Әрине сол 3-ші класс, 4-ші классымда сол домбыра ұстап өзімен баяғыда жеңіл күйлерді үйретеді ғой неде оркестрлерде. Сол жеңіл күйлерден үйреніп уже 6-7 оққанда біздер уже мектептің оркестріне қатысып жүрдік. Содан кейін әкем сол қасында отырып өзінің жыр термелерін тыңдағаннан кейін байқаған болу керек, сол сыр өңірінің термелерін баяғы таспа дейміз ғой, сол таспаға басып әкеліп тыңдадық. Соның ішінде мынау ұстазым деп екінші жолым Демеу Жолымбетов деген нағашым бар, әкемнің нағашысы. Сол кісіні айтарам, өйткені ол кісінің алдында бір-екі рет болдым, бірақ сол кісінің орындауын, сол кісінің сөздерін, сол кісінің жырларын, термелерін бәрін қағазға түсіріп, сол таспада сол кісінің өре жаттадым көбіне, сол Демеу нағашымыздың. Екінші ұстазым сол кісі. Сол енді басқа түсінікті болса, сол сыр өңірінің мақамы сол әкеміздің қанымен келгенде өзім ойлаймын. Рахмет. Енді осы тұста бір тамаша тағы бір термеңізден бізді көріп отырған көрермендерді сүйсіндіріп, тағы бір тамаша термеңізді орындап берсеңіз. Ол терме енді кезінде осы мектепте оқып жүргенде деп айттым ғой. Ол кезде бұның мақамы бөлек болатын, Аяз Бектаев деген ағамыз орындап жүрді осы Майлықожаның термесін. Артынан осы сыр өңірдің термесіне мақамына жаттыққаннан кейін соған салып айтып жүрміз. Сыр өңірдің мақамымен. Сол Майлықожа бабамыздың термесін орындап берейік. Жар деген деп жаманға қызмет қылмай мал деген деп бала
қазанаттың бақпай жүрмеу жеткізіп аяғына қалды деймін. 20 жас 21-ге жуық екен көтерген шаңырақтай ұлық екен. Жігіттер жас күнінде ойнады өлген соң қара жерің Нұртуған деген бабамыз өткен шайыр. Сол Нұртуған бабамыздың қазіргі өзінен кейінгі өсіп келе жатқан ұрпақтарға қалдырып кеткен өсиет деген термесін орындап берейін. Жамандай қосау алғаның, сағандау келген өттің, тастама сәй өзіңдай басыңда ғайбақ білдің. Жасыңда ғай білген, миыңда ауқат бетің, балаңдай болсау жарым сүйекке түскен дақ бетің, ісідай қарау адамның көңілге кеудемдетің, есігін тақтаса әкімдау берген жендеттің, уәдеңнен тайғаның басыңда байқасаңдар жігіттер осы жеуден көлдігі бір ұлау елметін осы айтқанды білмесің құлағыңа ілмесің түзудің жолмен жүрмесең кем болады несің түзудің жолмен жүрмесең кем болады ау несімен Рахмет, керемет термелеріңізге, керемет осындай орындау, керемет осындай көрерменнің көңілінен орын алып жатыр деген ойдамыз. Енді мынау жаңа ұстазым деп кімді тұтасыз деген сұраққа керемет ұтымды жауап алдық деген ойдамыз. Енді осы тұста бір тағы сол ежелден келе жатқан құлағыңызға сіңір өсірген бір тамаша термелерден тағы бір орындап берсеңіз. Сұрағымыз бар, бұйымтайымыз бар. Рахмет. Негізі қазақта асыл сөзі көп қой. Бауырың бүтін, денің сау бол дейді. Сол негізі осы бауырымыз аман болса, жағымыз аман болса, көңіліміз тоқ, көңіліміз шат. Сондай бір бауыр деген неден шыққан ұғымнан. Бір әйел анамыздың ағасын, баласын, күйеуін қан тұтқын қалып тұрайды бір себептермен. Содан үйде қалған жалғыз әйел анамыз үйде жалғыз отырғанша барып сауғанға сұрап алайын, болмаса мен де солармен бірге қалайын деп бел буып барған екен дейді ханның алдына. Сонда айбарлы ашулы отырған хан әйелдің арызын тыңдап, әйел өзінің сауғаға келіп отырғанын айтып, содан хан ойланып отырып айтқан екен, үшеуін бірден бере алмаймын, алсаң біреуін ғана ал деп. Сонда әйел анамыз көп ойланып, ұзақ ойланып ішіндегі бауырын таңдап алған дейді. Сол кезде хан неге бауырыңды таңдадың деген кезде әйел анамыздың беріп жатқан жауабы дейді ғой. Соны оғандырып берейін.
алсам деп, сауға қасырап алсам деп ай, солар мен яки қалсам деп. Қалыды тақтау айбарлы, тұтқындар жатыр байдауда, қарайдау жендет қантылы ай, айбалда қолда қайраулы. Әйелдің тыңдап арзасын, көтеріп жүрден қан басын, үшеуін бірден бермеймін ал, бірін ал кеудің қалмасын. Толқиды туған ағазай, толқиды туған баласай, толқиды көрген жарының ай, тұрғанын толқып қарашай. Тұрған жоқ бірін алалап, қалайдау бірін қаналап, бәрі де жақсың, бәрі де ой, кете ме жас қой балана. Кете ме алып жан-жарың, аяулау асыл арманым, бауырым қайран, бауырым ай, бауырымдау деді-ау алғаным. Бауырым қайран, бауырым ай, бауырымдау деді-ау алғаным. Солмау саған жерегі, ағаңдай мақұл берейін. Сен оны неге таңдадың ай, себебін айтчау себебін. Сен оны неге таңдадың ай, себебін айтчау себебін. Өз балам жаным көзегім, қымбатын оның сеземін. Аман не бала табармын ай, жылап тау шыдап өзермін. Аяулы асыл арманым, көралмай оны қаяумын. Аман екеу табармын ай, біреуге тағы ой барармын. Екеу ақ едік анадан, сүт емген кезек мамадан. Ағамды қайдан табармын ау, айырылып тау қалсам мен одан. Ағамды қайдан табармын ай, айырылып тау қалсам. Қазыды тақтау толғанымы, дұрысын айттай болғарым. Құлдық деп тұрып басырдың ау, қызған ішімдай болған еға. Қалайша мақұл еткенім, бейшара батыр бектерім. Ақылсыз дұшпан ақылдым ай, дұшпаным неткен көп менің. Қанелдау қайда түнерді, құба жайтар бұған кім енді. Ағасын ұлын сүйгенін ай, сауғаға беріп жіберді. Ағасын ұлын сүйгенін ай, сауғаға беріп жіберді. Деп әйел анамыздың ақыллығына тән туған хан ағасында, баласында күйеуді қосады деген дейді. Әргелді, рахмет. Енді мынау келесі біздің көкейімізде жүрген сұрақтың бірегей деп айтайық. Бағанадан бері енді өнеріңіз жайлы, қай жұрттан жұққан, бәрін біліп, егжей-тегжейлі біліп келе жатырмыз. Енді мынау келесі сұрағымыз, сізді жалпы біз жақсы білеміз, отбасыңыз және де қызыңыз Гүлсайрам талай байқауларға қатысып жүрді. Енді басқа балаларыңызға осы өнеріңіз дарыды ма? Сол жөнінде айта кетсеңіз. Осы сұрақ қойылса, осы бірекшеде қойылды ма? Осы сұрақ қойылған кезде шамалы төменшектеп пікірден кіріп жауап береміз, әрине. Дұрыс айтасыз, Гүлсайрам деген үлкен қызым, тұңғышым. Гүлсайрам дейміз еркелетіп. Мектепте де домбыра тартып, өзінің өлеңін айтып, кейін кеше өзің айтып отқандай таныстырғаныңыз айтып жатсың ғой. Қалай сайыстардың жүлдегерлері деп. Сол отбасылық сайыс болып, аудандық отбасылық сайыста, облыстық отбасылық сайыста қызымыз көзімізден бірге шығып, мамасы үшеуміз сол трио болып домбырамен ән салғанбыз. Қазір ол қызым тұрмыста, өзінің елінде. Енді одан кейінгі балалардан енді әзір ешкім шығып тұрған жоқ. Сондықтан жаман кедерін кіріп қаламыз. Өйткені енді ізіңе ерген ер балдардан шықса деп армандайсың осындай. Дегенмен енді басқа өнерлер қонған балдарым бар. Ал енді осы өнерді болашақта, алдағы уақытта осы бір 2 жасқа толмаған бір кішкентай қазынам бар. Сол қазынамнан күтемін мен.
Өйткені олай дейтін себебім домбыра қолға ән сала бастасаң бүкіл ойнап отқан ойыншығын істеп жатқан бұзықтығын бүкіл шаруасын тастап алдыма келіп қатып барады. Сол ойлаймын осыдан бірдеңе шығады ау деп. Сол қазынамнан күтемін алдағы уақытта осы өнерді. Иә, бұйырса Алла нәсіп етсе ізіңізді жалғап керемет қазақтың осындай өнерін өскелең ұрпаққа насихат етіп жүруді Алла нәсіп етсін дейміз. Енді мынау келесі жаңа тамаша сұрақ болды, тамаша жауабыңызды алдық. Тағы бір керемет термелеріңізден орындап берсеңіз. Енді бәріміз де анадан шықты, ананың арқасында осындай дәрежеге жеттік. Тұманбай, Қадыр Мырзалиев ағамыздың 10 балалы анаға деген термесі бар, соны орындап берейін. Өскен қыз еліңіз панасыз, енді мінеу байдақ жатқан даласыз. Ел анасай болдыңыз сіз болмайшы, 10 азамат 10 балағай 10 балағай анасыз. Адам жанай көрілмеген таспадан, адамда да мұғадым-ау қастадан. 10 балағай ана болған адамдай 10 ес артық сыйлау керек басқадан. Қызылшаға сәби үшін егешті, көрместі де көрдіңіз сіз бәресті. Бір 10 жылға қартайтқанмен әрқайсысы 10 жылдан жасатты да еместі. Өмір көші бақыт қабет бұрарда, уақыт жерген бір орнындай тұрар ма? Немерелер бір команда бұл күнде, жиендерім кем дегендей бір арда. Көрмесек деп дүниенің қысымын, шотқа қағып табысымен түсімін. Бейнетінен қашқан жандар бір кезде, ермек қылып жүрмігіндей масырын. Бесіктегі ау немереңдай күнімде, отырғандау сіздеректің түбінде. Жаялықтан қашқан жандар бір кезде, бейжетекті бір қыдырады ой бұл күнде. Қадарыңыз күйшертіңіз ән салып, қайғысыздай қумайды дау қамшалып. Қанша келін қанша күйеу балаңыз, құдалар мен құдағилар қаншалай. Арасындай ошақ пенен бесіктің, талай айлар өтіп тұра сесіктің. Енді мінеу саны қанша күн сайын, сіздің күні асыған есіктің. Болашақтай болмайды ғой ешбірім, өткізсем деп бар ғұмырын қош қылып. Бөбек үшін қимағандар кештен, баспанаға сыймайды ғой кешкен. Жорытқанмен қалмайды ғой үзгінда, жүрмеген соң қызың ондай ұлмында. Қалтасында 100 мың жатыр біреудің, бір мұрагері жоқ бірақ сол 100 мыңда. Бесік жырай ажат адам мінезін, бесік жырау ең сүйектай әуезін. 10 балағай ана болған адамға, 11-ші бала боламын өзім, 11-ші бала болайын Рахмет. Енді Жаңғырбайға бізде тағы бір осындай сұрақ болып тұр. Келесі сұрағымыз өскелең ұрпаққа енді қазір осындай термешілік, күйшілік өнерді насихаттап жүрген енді қазір сирек деп айтсақ та қателеспеген болармыз. Енді өскелең ұрпаққа айтарыңыз болса. Жастарға айтамыз. Жастарға өнерлі бол дейміз. Сол өнерлі болу үшін сол өнерге үйрететін ұстаздар болса дейміз. Бұл енді ауылдық жерде де жиналыстарда да
акиматта да айтып жатырмыз ғой, осы ауылға бір домбырашы керек, оқыған балдарды үйрететін, әйтпесе кез келген үйде домбыра бар ғой қазір. Ойыншыққа ойнап жүр балдар, жерге сүйретіп. Сол ұстаз болса шәкірт табылады ғой жалпы. Үйрететін адам болса үйренбейтін бала жоқ. Қаймақанға болса да үйретуге болады балдарды. Біздер енді оқыған дәрежеге жақындықтан жастарды өзімізді үйрете алмаймыз. Дейтұғанмен жалпы бойында талабы бар балдар өнерлі болып шығады. Қазір енді Қазақстанның болашағы жастардың құрметіне жатырмыз ғой. Сол жастарымыздың болашағы жарқын болсын. Болашағы жарқын болса, дамырымыз тыныш болса, балдар талай мектеп көрінеді деп ойлаймыз. Ал енді шамалы ұзақтау шығар енді, халықты жалықтырып алмайық дейтұғанмен бауыр жайлы айтып кеттік, ана жайлы айтып кеттік, барлығын жолдап айтатын болсақ, мына қазір осы ананы сыйламай кетіп жатқан кейбір жігіттерді естіп жатамыз, қарным ашып жатады, құлақпен естіп көзбен көреді. Жалпы айтады ғой, анасы бар адам ешқашан қартаймайды дейді. Аналарым болса, біздер әр уақытта да қаншалык болсақ та бала болып көрінеміз ғой. Бір ертілеу деген бір байдың баласы, Құдайға шүкір мал да бар, дәулет те бар. Жалғыз анасы, қолындағы жалғыз қарындасы Қансұлу, және жан-жары бар екен. Содан жаңағы ертілеу күндердің күнінде ауруға шалдығып, өзіміздің қазақ елінен бүкіл әулие әмбебап бәрін жағалап, ауруына емші таппай, содан Орынборға апару керек болып, содан сол ауылдың азаматтарынан бір Қансұлуға еріп, қарындасы еріп баратын бір ер азамат шықпай, содан қарындасы жалғыз өзі ағасын ертілеуді Орынборға алып кеткен екен дейді. Сол Орынборда 3 жыл болып, сол жақта емдетіп, ақырында ағасының жазылмайтын біліп, еліне кейін қарай алып келе жатса, сонда ертілеу өзінің анасына, жан-жарына жете алмайтын сезім екен. Басына өткен жастық шағын, дәуренін, байлығын айтып, анасын айтып, жан-жарын айтып, соларға сәлемдем айтып, жатқан арбаның үстіндегі сол ертілеуді әңгімесі дейді. Берейін. Айтайын ертілеудің әңгімесін келемін Орынбордан арбашып, үстінде көк арбаның ауру басауы. Осыдан аман есен елге жетсем, әжекем шықпас педің ішкенім бұл ауруға тамыр дәрі, айтып жазыласың деп жұрттың бәрі. Көл болады көп батасау деген қайда, терекшей болып едің ау еліңнің бәрі бай. Олдары жазбақ түгел меңдетті ғой, бұл ауру бірден бірге кергетті ғой. Елімнен ауруына емші таппай, апаре Орынборға емдетті ғой, емдетті ғой. Көшкенде әже мінген саргерім алаштың қоймай жейін балгерін бір сыншай өлесің деп айтып еді, ой бір ол жүргеннің білгірін білгірін
kettim жүдеп, Алладан ала алмадым жанымды деп. Хансұлу жалғыз ағаң таяу жатыр, берік бол өзің ай-ай. Оу, сабырлық ет ай, сабырлық ет ай. Болару енді маған таяу шығар, ойым жоқ өмірімнен үміт қалар. Басқадан мен өлгенде түгі кетпес, қарындасым жалғыз бауырым ай-ай. Оу, анам жылар ай, анам жылар ай. Әжекей мен өлді деп өлмегейсің, жамандық жағың түспей көрмегейсің. Өзіммен бірге туған Хансұлуды өзінен кем жігітке ай-ай бермегейсің ай. Үйімді сырлап салдым қарағайдан, байлықтан ішпеппін ғой шалапайдан. Хансұлу мені риза болсын десең, бетім көрініп тұрсын ай-ай. Оу, анадайдан ай. Табылса тұр бесіні асыма сой, сүйгін жиып теріп қазыма қой. Жиналған жаназама күбәлеумен, жиналып тұр бестінің ай-ай. Асына тояй, асына тояй. Айда бар менен сәлем алғаныма, тағдырдың кім көнбейді-ау салғаныма. Сырласқан тар төсектеу жан жолдасым, айырылып жалғызыңнан ай-ай. Қалғаның бай-ай, қалғаның бай-ай. Сейілде мен көп жүрдім шанаменен, жылқымды араладым аламенен. Ішімде көп арманым кетіп барад, қалмадай бірер жасар ай-ай. Бала менен ай, бала менен ай. Базарда мен көп жүрдім шанаменен, жылқымды араладым аламенен. Ішімде көп арманым кетіп барад, қалмадай бірер жасар ай-ай. Бала менен ай. Базардан сатып алған сандалым ай, өзімнің тоғай толы малдарым ай. Малымның қайсы бірін көп айтайын, ішінде үкіт аққан ай-ай. Ағнарым ай-ай. Баласай ағнарымның қызыл көрнек, Алладан мен келемін жарым тілеп. Хансұлу қарындасым қатая көр, барады-ау жалғыз ағаң ай-ай. Өлімсіреп ай, өлімсіреп ай. Сұмажал бауыры суық кімді алмаған, хауадай барған жерге кім бармаған. Осы мен тағдыр бітті-ау дем таусылды, жас өмір қош бол сенде ай-ай. Дүния жалған ай, дүния жалған ай. Деп Хансұлу ағасының әңгімесін тыңдап, ағасы сөйтіп жатқанда көз жұмып, сонымен ағасының сүйегін еліне алып келе жатса, ана байғұс шыдамай бір күндік жерден ерте шығып баласының алдынан күтіп тұрған дейді. Сонда
Қансұлудан сұрап жатыр дейді ағасының жағдайын. Қансұлу мал қайнатып қойдым саған, ошақтың үш бұтына қойдым таған. Кеткелі Орынборға 3 жыл болды, жазылып келеді ме жалғыз ағаң деп баласын сұрап жатса, Қансұлу ағасын қайтқан анасына былай деп естіріп жатыр екен дейді. Шөгеріп теңізге тасардыңыз, ұзамай ұзақ жолға көшердіңіз. Қолының үйсағынып келе жатыр, оң жағын ақ боз үйдің ай босадыңыз. Оң жағын ақ боз үйдің өңдетіңіз, құрғызып ақ шымылдық жөндетіңіз. Қолының ұзақ сапар жол жүреді, бір күнге қонақ қылып ай жөнелтіңіз ай жөнелтіңіз ай. Түйеге ауыр дейді таудың тасы, тізгінге тәуір дейді ердің қасы. Әжекей балаңды ойлап жылай берме, өлікке ауыр дейді ай. Көздің жасы ай көздің жасы ай. Сорланай бұны естіп қалды талып, денесін баласының құшты барып. Артынан өлген жаның өлмек бар ма, жалғызынан қалған екен ай. Екі қарым ай екі қарым ай. Деп Қансұлу ағасының сүйегін анасына тапсырған екен дейді. Бәрекелді, рахмет. Енді мынау мана бір сөзіңізде айтып өттіңіз, осы туған жеріңіз туралы сөздің басын бастап керемет бастаған едіңіз. Сол туған жеріңіз туралы айта кетсеңіз деген бір тамаша көкейдегі сұрағымыздың бірі. Әрине өскен жеріміз Шырайлы Шалқар ауданы, Шалқардың басында Кішіғым деген ауыл бар. Сол ауылдан өсіп өнген біз жасымыздан осы жасқа дейін. Кезінде Шалқар жайында өлеңдерді айтып жүрдік қой, 10 жылдың ары айтылған шығар еді. Қолда мүмкін арасында бір көптер қалып қойып жатса, Шалқарлықтан ауылдастар, ауылдарымыз әрешіп қалмасын дей тұрғанмен, Шалқар бәлесінен басқа енді Шалқарға айтатын ән жоқ.
Бәрекелді, рахмет туған жеріңізге деген керемет осындай Шалқардың керемет әні, Шалқар вальсі деген арнайы сіздердің құрметтеріңізге мінекей туған жерге деген керемет жауабына тәнтіміз. Енді мынау халық әндерінен бір тамаша әдемі әндерден бір орындап берсеңіз, халық әндерінен маған да керемет термелер, керемет әндерді тыңдап жатырмыз, рұқсат болса. Халық әнде мынау қайран қалқымай деген ән бар. Сол бізді өшіретінде халық қой. Қалқымаған болсын деген ниетпен шығарған ән. Рахмет. Енді мынау рахмет Жаңбырбайға керемет сұхбатыңызға, керемет осындай термелеріңізге, керемет әндеріңізге көп рахметімізді айтамыз, алғысымызды білдіреміз. Енді бүгінгі бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Бізді зейін қойып тыңдағандарыңызға, тамашалағандарыңызға көптен көп алғысымызды білдіреміз. Көңілді көтеріп, көңіл күйді, керемет көңілді жүрейік. Әрқашанда біз бірге болайық, бірге болыңыздар, үйде болыңыздар, аман сау болыңыздар, келесі кездескенше қош аман сау болыңыздар дейміз. Үйде болайық, құрметті ағайын.